жер планетасында дейді 1990 жылы 5,3 миллиард адам болған екен. Жыл сайын олар 2%-ке көбейіп отырады, сонда ол мына модельмен көбейеді. Яғни 5,3 миллиардты 2%-ке көбейіп отырам. Мұнда Т деген белгі, мынау Т. Яғни жыл саны 90 жылдан кейін неше жыл өтеді, сол Т-ның орнына қоямыз. 92 жылы 1, 2, енді бізден сұрап жатыр. 95 жылдан 96 жылға планетадағы халықтар саны қаншаға көбейді дейді. Ол үшін 96-ға дейін 90 жылдан кейін 6 жыл бар. Ал 95-ке дейін 5 жыл бар. Мына Т-ның орнына 6 қойып, мынаны есептеп аламыз. Сонда қараңыздар, 96 жыл мынанша халық болу керек бізде. 5,3 көбейтілген 1,2 көбейтілген 6. Міне осы бізде 96 жыл халық санын береді мынау. Осыдан азайтып бастаймыз 95 жылға. 5,3 көбейтілген 102 бөлінген 5. Міне осыны есептейтін болсақ бізде мынандай шығады жуық шамамен. Қазір есепте жүрейін мен. 5,3 көбейтілген 102 көбейтілген 5. Жуық шамамен мынандай болады. Мына жерде жуық шама қылып қояйын. 0,7 0 32 5,61 мынандай сан шығады. Енді бұл жердегі 5,3 деген миллиард қой. Біз осы шыққан санды 1 миллиардқа көбейтіп жібереміз. Сонда халықтың саны нақты шығады. Яғни мына жерден ақ көруге болады, жауабы примерно міне мына С жауабы шығады. Өйткені миллиардқа көбейтпей табуға болады. Жауабы С 20-шы есептен. 20-шы есептің жауабы